Сәлем барлықтарыңызға. Бүгін подкастта менімен бірге Зейнуллина Аида. Аида, өзің таныстырып кетсең. Бәріне сәлем. Шақырғаныңызға рахмет. Мен атым Зейнуллина Аида. Мен Венгрияда 6-шы курста оқимын медицина саласында. Енді Аида, сізге біраз сұрақтар қоятын боламыз. Бүгінгі подкастымыз кішкене диалог түріндегі өтетін подкаст болады. Сіз Будапештте Дебрецен университетінде оқисыз, яғни өзіңіздің оған дейінгі жолыңызда нешті бітіргенсіз. Сол туралы кішкене айтып өтсеңіз, қалай дайындалдыңыз Дебрецен университетіне, қалай тапсырдыңыз, қандай бір требованиялар болды тапсырған кезде? Жаңа айтып кеткендей, мен Венгрияда Дебрецен университетінде оқимын. Ол жаңа программаға біз 12-ші сыныптан бастап дайындалдық. Сол 12-ші сыныпта медицинаға баратынды 11-ші сыныпта медицинаға баратынды шешкенде бірнеше универлерде қарадым, шетелде оқығым келді, бірақ та андай бесплатный тегін программалар болмағандықтан Қазақстанда қалам деп ойладым, бірақ сол 12-ші сыныпта жаңа біздің профориентатор болды мектепте. Сол бізге осы стипендиум Хангарикум бағдарламасы туралы айтты. Стипендиум Хангарикум сол жылы ең бірінші рет медицинаға гранттар ашқан екен. И біз сонда өзіміздің заявкамызды бердік. Процесс ондай қатты қиын емес. Белгілі бір пакет документов болады, соны жинадық. Бірақ бір қызығы, ол бірінші рет ашылғандықтан ол бағдарлама туралы медицинаның бар екен туралы көп адам білген жоқ. Сондықтан біз өзіміздің на свой страх и риск сөйтіп подаваться еттік. Сөйтіп өттік. Оның ішінде пакет документтан бөлек экзамендар болады екен. Экзамендар болды. Медицинаға байланысты ең бастысы биология мен химиядан және физикадан жазбаша түрде экзамен тапсыру керек болды. Және де екінші этап ол биология немесе химия, биологиядан және химия немесе физикадан ауызша түрде экзамен тапсыру керек болды. Сол екі процесті өткеннен кейін бізді қабылдады, сөйтіп оқуымызды бастадық 2018 жылы. Неше адам тапсырған еді сол кезде? Ол кезде мысалы қазір тапсырсаңыз, анда 250 гранттың стипендиум Хангарикум беретін, оның 30-ы тек медицинаға. Ол кезде тек 200 адам алатын болды. И ограничение болған жоқ, 20-сы медицинаға деген сияқты. Бірақ бізде Қазақстаннан именно жалпы медицинаға 5 қыз түсті. Қазақстаннан 5 қыз жалпы медицинаға, 1 қыз стоматологияға түсті. Болды. Дебреценде стоматологияға. Ол кезде Будапештке қабылдамады. Қазір 2019 жылдан бастап Семельгойсқа Будапешттегі сонда қабылдау басталды. Оған дейін тек қана Дебрецен университеті, Печ және Сегеттегі университеттер болды. Бірақ ол университеттердің бір мен үшін кемшілігі ол кезде болғаны жаңағы интервьюға және де экзамендерге Венгрияға келіп тапсыру керек еді. Бірақ менің ондай мүмкіндігім болған жоқ, сондықтан онлайн тек қана Дебрецен университетінде болды, сондықтан сонда бердім. Ништан бірге түскендер болды ма? Ништан өзімен бірге құрбым түсті. Сол екеуміз әлі бірге оқып келе жатырық. Күшті. Енді бұлай кішігірім айтып өтсеңіз қалай болды, түс болғаннан кейін документтерді тапсырып, визаға тапсырып, ары қарай процестердің барлығын жасап болғаннан кейін енді оқу барысын айтып өтсеңіз қалай болды Дебреценде? Оқу негізі ең басында өте қиын болды. Өйткені ең бірінші ол жаңағы басқа елге барғанымыз. Ол кезде 19-да болсам да, енді басқа елге оған дейін көп шықпағам. Сондықтан жаңа орта, жаңа ел және де әртүрлі заттарға тек қана сабақ емес, басқа да мысалы бытовой заттарға дайын болу керек еді. Сол жағы кішкене қиын болды және адаптация болды. Ол әрбір адамда болады. Қазақстанда оқысанда, басқа жерде оқысанда ол әрбір студенттің басынан өтеді деп ойлаймын, особенно бірінші семестрда. Сол кезде қиын болды. Ал және де сабақ жағынан ол кезде тек қана медицинадан емес, но и
андай сабақтар болған, мысалы биофизика деген сияқты. Мысалы мен физиканы мектепте ондай қатты жақсы көрген жоқпын. Сол жағы қиын болды. Сосын биология және биостатистика и химия деген сабақтар болды. Олар андай қатты медицинаға прям жақын болмағандықтан, оно больше как подготовительный сияқты болды. Особо қиын болған жоқ, бірақ жаңа адаптациясы қиын болды, және биофизика деген сабағы қиын болды. Және профессорлар өте андай экзамен процесі өте басқаша, нишпен салыстырғанда басқаша болды, потому что анда жаңа Венгрияда бізде көп экзамендер ауызша болады, біздер ништа оған дейін ауызша экзамен тапсырып көрген жоқпыз, сондықтан қиын болды да, то есть нужно было реально подготовиться экзаменге, чтобы жақсы баға алу үшін. Өйткені ауызша экзаменде ол сенен любой затты сұрауы мүмкін, да? Ана жаңа тест тапсырсаң, сен кішкене ойланасың, өзімен бір уақыт өткізесің, ананы қарайсың, мынаны қарайсың деген сияқты. А там немножко было сложно вот сол орал экзамендарға дайындалу, және де оқу барысында вот маған ұнағаны, жаңа мысалы анатомияны біз 2-ші семестрден бастап оқыдық. Сол жағында бізде труптармен жұмыс болды. Реально, то есть бір рет қана моргқа бармайсың, мысалы сен каждый келген сабағында сенде кабинетте екі труп тұрады, и сонымен семестр бойы жұмыстанасың. Жайлап дайсекшнді бастайсың, сосын уже семестрдің соңына қарай бітіресің, прям полностью қарап шығасың деген сияқты. И маған өте ұнағаны duration, потому что мысалы біз бірінші семестрда, анатомияның бірінші семестрында біз тек скал и екі лимбті өттік, то есть upper limb и lower limbті өттік. Солардың bones, nerves и так далее, короче, мышцы и так далее, соны өттік. Это был только первый семестр, чтобы привыкнуть, то, что вот, наубар, структуралар бар деген сияқты. Сосын екінші семестрда анатомияның біз более углубленно өттік, то есть уже басқа парттарды өтіп бастадық, да, орган системасымен бөліп. И сондай подход надо, то, что сразу барлығын емес, то есть мен мысалы құрбым бар, ол жағын Алматыда оқиды, оны айту бойынша олар там бір семестрда бүткіл анатомияны өтіп тастадық дейді, да? Мысалы, менің ойымша ол өте қиын, потому что біз бір семестр оны оқысақ та, бізге қиын болды там. Бірінші привыкать, то, что, оказывается, есть вот это, мынау бар екен ғой деген сияқты. И сондай жаңа степ-бай-степ процесс маған ұнады. Сосын уже келесі там 3-ші жылы бізге более күрделі там патология басталды. То есть степ-бай-степ универ бізді неге алып келді деп айтқым келіп тұр. Сосын мысалы жаңа фармакологияны біз тек 4-ші жылы ана бастадық. Да? Көбісі оған андай вау деп қарайды, в смысле сендер фармаколог өткен жоқсыңдар ма деген сияқты. Бірақ фармакологияны біз 4-ші курста ғана бастадық. Айтқанымдай жаңа универ походу степ-бай-степ сөйтіп дайындайтын болып тұр. Мысалы, international students пен кәдімгі өздерінің Дебрецендегі, мысалы, Будапешттің студенттерінің айырмашылығы бар ма оқу процесінде, или барлығын бірдей программа өтетін дедіңіздер? Программа, мен білуімше бірдей, бірақ мен көргенім бойынша жаңа венгр студенттерге кішкене более қаталырақ қарайтын сияқты. Өйткені, мысалы, ол бірақ барлығында емес. Мысалы, кейбір сабақтарда болуы мүмкін, что бізге, мысалы, тек қана бір топик қана береді, оларға 2 топик деген сияқты. И экзаменда оларды прям жестко сұрайды деген сияқты. Бірақ та программа бірдей, в основном. И және практиканың уақыттары бізде әртүрлі. Мысалы, біздерге өте оңай етіп берген, чтобы біздер бірінші өттік, барлық теорияны өттік, содан кейін бізге практика қояды. Потому что көбісі соны тапсырғаннан кейін экзамен тапсырады да, үйге кетіп қалады деген сияқты. Соны более как удобнее етті. Ал мысалы венгрлерде олар теория өтеді, оның жартысында практика қояды, сосын қайтып теория өтеді. Потому что бізбен бірге андай клаш болмасын деп, и плюс еще, походу, олар сол жерде қалады көбісі, сондықтан. Қызық. Негізі экзамендердің бәрі ағылшын тілінде болған ғой, да? Барлық экзамендер ағылшын тілінде. Венгерскийден басқа. Венгерскийде біз венгр тілін
бастапқы 3 жылы ол обязательно оқу. Содан кейін егер өзің оқығың келсе, бізде элективтар өте көп универде, соларды алып оқуға болады. Универден бөлек, мысалы, общежитие сонда болады ғой, сол жақтарда қалай болды, мысалы, общежитиялар болды ма, или сіздер басқа жерде тұрдыңыздар ма? Общежитиеда тұруға болады, бірақ бірінші жылғы студенттерге біздің кезімізде общежитиені берген жер ол өте алыс болды универден. Бірақ сабаққа күн сайын баратындықтан ол қиын болды. Сондықтан бізде мысалы жаңа стипендия Хангарикум бағдарламасы бойынша, егер жаңа неде тұрмасаң, общежитиеда тұрмасаң, онда саған бір определенный сумма ақша береді, чтобы сен соған квартира жалдай алдың. Сөйтіп бірнеше адам бірігіп квартира жалдайды. Сол бірінші жылдан бері квартира жалдап келе жатырмық. И оның бір жақсысы, сен оны өзіңе қай жер ыңғайлы, сол жерден ала аласың. В основном ол центрда. Центр жаңа универге де жақын, и қаланың центріне, басқа клиникаларға, жерлерге жақында. Онда жақсы екен. Енді Қазақстанмен айырмашылығын қарастырып өтсек, мысалы Қазақстанда 7 жыл оқу бағдарламасы, оның 5 жылы бакалавр, 2 жылы интернатура. Сіздерде қалай? Біздерде программа стипендия Хангарикумда One Tier Master деп аталады. Оның идеясы 5 жыл ол бакалавр сияқты, и және 1 жыл интернатура дейді, сөйтіп саналады дейді. Бірақ бізде интернатура жылы ол өте flexible, то есть оны 1 жыл етуге болады, егер сен ускоренно бітіргің келсе, 1 жылда бітіруге мүмкіндік бар. Егер үлгірмей жатсаң, или басқа пландарың болса, мысалы, ресерч жасап жатырсаң, қазір бітіргің келмесе, кішкене басқаша пландарың болса, онда универ оны, мысалы, тағы да дополнительный 2 семестрға, 1 или 2 семестрға созуға мүмкіндік береді. Менің ойымша бұл өте жақсы, өйткені сен жаңағы бір графикпен жүрмейсің, универ қалай айтады, солай жүрмейсің, өзіңе қалай ыңғайлы, солай жасайсың. Мен енді венгрларда точно қандай екен білмеймін, бірақ international студенттерге бізге сондай flexibility береді. Және де оны, мысалы, internshipті сен тек қана Венгрияда емес, басқа елдерде де өтуге болады. Мысалы, өзінің home country'інде өтуге болады, немесе любой елде өтуге болады, сондай мүмкіндік береді. Бірақ енді оның обеспечивать будешь себя сам. То есть өзің төлейсің оған, егер қаражатың жетсе, онда өзің баруға болады. То есть ешқандай restriction жоқ, мына жерде болмайды, мына жерде болады деген сияқты. Если, конечно, есть определенные нелер, универ қарау керек, қайда поступаешь, если нормально болса, олар саған approve береді, сөйтіп бара беруге болады. И бұл жаңағы, мне кажется, студенттің кругозорын ашуға реально өте көмектеседі. Өйткені сен бір жерге ғана қадалып қалмайсың, басқа жердің медицинасы қалай деген сияқты, басқа жердің практикасын алуға мүмкіндік береді. Және асықпай ойлануға да мүмкіндік беретін сияқты. Ары қарай медицинада шынымен қаламыз ба или жоқ па деген секілді. Өйткені Қазақстанда болады, 5 жыл, 7 жыл оқиды, бірақ ары қарай медицинада болмайды деген секілді. Қазір ең сол проблема сияқты бүкіл адамдар, потому что көбісін қарайсың, біреу СММщик болып кетті, біреу вообще биологиядан сабақ беріп кетті, біреу вообще басқа мамандықта деген секілді. И ондай бір біздегі Қазақстан сияқты асығысып бітірудің де бір осы side effects дейді, побочный эффект сияқты да, сол нәрсе. Менде келсем, негізі осы асықпай оқудың. Еще асықпай оққан кезде, ол кезде де стипендия жүріп жатады. Асықпай оққанда стипендия, егер осы бағдарламамен түссеңіз жүреді, бірақ та бізде, мысалы, көбісі ондай бағдарламамен түспеген, то есть self-paying students дейді, то есть олар оқуына ақша төлейді. В основном internationals, да. Бірақ стипендиямен енді көбейіп келе жатыр. Стипендия Хангарикум басқа елдерге де ашып жатыр. Бұрын, мысалы, Африка елдеріне, тек сосын Центральный Азияның кейбір елдеріне болған. Қазір оның мапы реально көбейіп жатыр, масштабы көбейіп жатыр. Басқа елдерге уже медицинаға ашылып жатыр. Мысалы, бұрында Қырғызстанға медицинаға выход болмады, адамдар нерсингға кетіп қалып жүрді, мысалы. Если медицинаға жақын болғысы келсе, қазір уже Қырғызстанға тоже медицина ашылған.
менің естуімше. Қырғызстанды білмеппін. Және мен үшін новый информация отыр. Вот, әрбір елге уже жаңа көбірек возможностьтер ашылып жатыр. Да. И реально бұл деген, мысалы Қазақстанда менің естуімше бір уақыттар болады, экзамен тапсырасың, болды, сол уақытта бәрі тапсыру керек. Бізде экзаменнің бір жақсы датасын өзің таңдайсың. Егер сен дайын болсаң, ертерек жаңа тапсырып тастайсың. Дайын болмасаң, кішкене шегеріп, сосын да тапсыруға болады, или там бір жерге барып келу керек болса, сосын тапсыруға. То есть вот этот вот flexibility очень хороший. Күшті, иә. Бізде шынымен де сондай ғой. Семестр бітеді, сол кезде тапсырады. Немесе, мысалы, мен ЮКМАда оқыдым, Южно-Казахстанская медицинская академия. Ол жақта не болатын? Мысалы, сабақ өтеміз, сосын болады экзамен. Сабақ өтеміз, экзамені болады. Негізі, менің ойымша, сол эффективно деп ойлаймын. Себебі сабақ оқып, сосын барып оны оценивать етсе, бірден есте қалады да, көп нәрсе, нежели барлығын созып, соңында тапсырғаннан гөрі. Білмеймін, ол туралы да біраз сондай неде evidence-based science of education деген нәрсе бар. Сол жақта оқыған едім, сондай жақсы тактика деп ше оқыған кезде. Да, но бізде бір несі, мысалы мен Қазақстанда білуім бойынша, мысалы там 4-ші жылдан бастап, андай басталады, мысалы нефрологияны там 4 жұма оқисың, сосын басқа бір нәрсені 2 жұма оқисың, мынаны 1 жұма оқисың, сосын сразу экзамен. Бізде мысалы internal внутренней болезни ол бірнеше семестрға, 6 семестрға созылған. То есть біз мысалы нефрологияны 10 жұма оқимыз, то есть весь семестр оқимыз. То есть нефрологиядан 10 жұма оны оқисың, сосын 4 жұма практикасын жасайсың, то есть 14 жұма бір семестр шығады, содан кейін барып экзамен тапсырасың. То есть бізде андай көп уақыт береді, да? Көбірек уақыт. Мысалы кардиологияны тоже 10 жұма оқисың, 4 жұма практикасын өтесің. Содан кейін бар. Мен мысалы 4 жұма оқып, біз 2 жұмада нефрологияны бітіріп тастадық дейді. Сосын там, мынаны тоже 2 жұмада бітіріп тастадық, мынаны 1 жұмада бітіріп тастадық деген естігенде, біз деген әлі өтіп жатыр ғой деп ойлаймын. Иә, бірақ негізі көп уақыт болған дұрысырақ сияқты, себебі оны оқып та үлкен сала, оны 4 апта, даже 14 аптаның өзінде де оқып үлгермейді ғой. Мысалы резидентура не үшін пайда болды да, мысалы себебі осыны узкий специалист болып, ары қарай оқу үшін да. Internal medicine болса, уже более обширный болады, ну, как бы базовыйын білсе болды деген секілді. Сонда сіздерде, мысалы, 6 курсты бітіргеннен кейін ВОП болады ма, әлде кім болады? MD. MD-дің қандай привилегиясы бар, мысалы? Кім болып жұмыс істей алады ол кісілер? Насколько я знаю, неге түсу керек, резидентураға түсу керек. То есть сен просто MD-мен жұмыс істей алмайсың. MD-мен жұмыс істей алмайды. Біздің Назарбаевский система сияқты екен ғой, Назарбаевскийда да сондай ғой. MD болады, ары қарай уже резиденция программға түсу керек обязательно. Ну, это, наверное, хорошо в плане то, что медицина, то есть бітіргеннен кейін, даже если сен оны оқысан да, по-любому сен как бы прям точно бәрін білмейсің. Ну, конечно, ешқашан точно бәрін білмейсің, бірақ та андай практиковать ететін деңгейге жету үшін, мне кажется, по-любому резидентурадан өту керек. То есть ананы қарау керек, мынаны қарау керек. И резидентурада бір жақсы сен и работаешь, и учишься, и прям реально готовят врача, мне кажется. Мен де сөйтіп ойлаймын. Резидентураға дайындалып жатсыз ба? Сіз 6-шы курссыз ғой? Да, сол жайлап дайындалып жатырық. Ол жақта резидентураға түсу үшін қандай экзамендер тапсыру керек? Бізде Венгрияда, насколько я знаю, венгр тілін білу керек. Если, ну, то есть басқа елден болсаң, тест тапсыру керек болады, венгр тілін білем деген сияқты определенный бір уровеньға, там, но насколько я знаю, ол прям андай C1 емес, бастапқы B1 болса да жарайды деген сияқты. Если ты в будущем будешь, типа, нужно показать, что в будущем мен венгр тілін үйренемін деген сияқты ниет білдіру керек. Сосын жаңағы мен прям точно процессын білмеймін, потому что Венгрияда қалам деген пока ой болған жоқ. Но менің группаластарым айту бойынша ондай қатты қиын емес. Тем более, если сен Венгрияның университетін білсең, олар сенің, то есть более
вероятно, что алады, потому что сен уже Венгрияның системасын көрдің, как они работают, көрдің, врачтармен жұмыс істедің, и мысалы өзің универіндегі бір клиникаға берсең, что сені алу шансы көп деп естідім. Вот. Сондай, насколько я знаю, вроде экзамены не сдают. Экзамен тапсырмайды. Экзамен тапсырмайтын сияқты. Бірақ оны точно білмей өтірік айтпай қойын. Бірақ сондайды естідім, что бізді с большей вероятностью алады, потому что сол жерде бітірдің, и ты реально систему знаешь, как это работает. Бірақ ол жақта 6-шы курсты бітіргенге дейінгі қалатын адамдардың саны да аз шығар. Басында көп түседі, одан кейін көбісі кетіп қалады деген сияқты. Венгрлердің арасында білмеймін, бірақ интернешнл студенттердің арасында кетіп қалады дегенде, в основном көп адамдар қалып қояды. Бір жылға, бір семестрға, 2 семестрға қалып қоятын адамдар бар, потому что жаңағыдай экзамендер қиын, и ауызша болғандықтан олар сенің, то есть ауызша экзамен көп адамға қиын сияқты, және де өте строго қарайды мұғалімдер. Там мен танисыз ғой, мен білесіз ғой, мен қалай оқитын деген, онда вообще не прокатит. То есть, мысалы, саған семестр бойы басқа мұғалім береді, а экзаменде вообще басқа біреу болады. И олар қарамайды, типа, сен оған дейін қалай оқыдың, не істедің дегенге қарамайды. Экзаменде реально сен керек затты айтасың ба, қояды, айтпайсың ба, фейл қояды да, и қайтып тапсыру керексің. 3 попытка береді, үшеуіне өтпесең, онда келесі жылға қаласың. И бізде андай, то, что, мысалы, сен бір курсты жаппасаң, то келесі курсты бастай алмайсың. То есть, мысалы, анатомия 1-ді жаппасаң, сен анатомия 2-ні оқи алмайсың. То есть, получается, сен уже 1 семестрға емес, 2 семестрға қылып қоясың. Вот, сондайлар бар. То есть, какой-то курс, он закрывает eligibility к следующему курсу деген. Сондай бар. Оценивание қалай өтеді? Ол жақта, мысалы, бізде GPA және 100 балдық шкаламен, 100%-дық шкаламен, сіздерде қалай ол? Бізде 1-ден 5-ге дейін. 1-ден 5-ге дейін? 1-ден 5-ге дейін, то есть фейл қоя мүмкін, 2 қойса пас, и потом уже қандай заслуживаешь, соған байланысты қой. 2 қойса пас? Я. Ого! 2 қойса пас, да. Потом уже кішкене, то есть, чем больше отвечаешь, тем лучше, то есть, тебе ставят деген сияқты сондай. Қызық, то, что бізде, мысалы, 1-ден 5-ге дейін қояды, реально. Қазақстанда вроде там 1-ден 4-ге дейін ба, сондай, да? GPA 4-ге дейін, бізде 5-ге дейін. Бұрынғы система, мектептегі система сияқты. Бізде 100 балдық. Ол жақта процент деген жоқ та, получается? Процент жоқ. Маған негізі странно болған процент туралы естігенім. Мысалы, мен подружкам айтады, вот, бізге 93% қойды деген сияқты. Мен ойлаймын, қалай ол саған қарап тұрып 93% деп қояды деген сияқты. Это же, странно деп ойладым. А вот 1-ден 5-ге дейін, не знаю, біз үйреніп кеткесін ба? 2 деген сонда минимальный баға ма? 2 деген, то есть сен самый basic заттарды біліп тұрсың, сені өткіземіз, типа нормальный деген сияқты. Потому что өте basic заттарды білмесең, то сразу фейл қояды. То есть это еще зависит от департамента. Мысалы, 1-3 жылда өте строго қарайды. Наверное, барлық жерде солай. 1-3 жылда өте строго қарайды, ты выживешь или не выживешь деген сияқты. Сондықтан профессорлар прям бір сөз дұрыс айтпадың ба, фейл деген сияқты. Сондайлар болады. То есть, самый basic заттың бір сөзін дұрыс айтпадың ба, мысалы, на структуру мынау болса, сен оны вообще басқа бір нәрсе. Сен даже если ты просто капец волновался, сондықтан айтып қойсаң да, бір профессорлар бар өте қатал. Ол кезде Хунгарикумның scholarship'нан айырылып қала ма? Жоқ, себебі Хунгарикумның бір жақсы, одан айырылу үшін нужно постараться. Потому что, да, нужно реально постараться, потому что, насколько я знаю, там нужно было 3 сабақтан ба или 6 сабақтан ба 2 алу керек. 6 сабақтан, ого. Сөйтіп істесең, или фейл алу керексің ба, то есть бірнеше рет курс қайталау керексің ба, 3 рет бір курсты завалить етсең, то сондай, короче, очень невозможный кейстарда можно потерять стипендию. Ондай жоқ да, таныстардан, которые потеряли scholarship деген? Біздің арамызда оны естімедім. Сонда, например, 2 жылға қалып кетті дейік та адам, сонда да ол стипендияны алып жатады. Да.
ну, насколько я знаю, они могут прям дополнительно, мысалы, сен apply еткен программа 12 семестр болса, біздің случай, да, ол саған дополнительно 2 семестр төлей алады. Қалғанын уже ты сам. Да. Tuition может быть, то есть обучение может быть бесплатно, если уже сен 15 семестрға кетіп бара жатсаң, может быть бесплатно, но стипендия бермейді. Бірақ өйтіп жүрген адамдарды особо көрген жоқпын. Ну, стипендиям хангарикумен түскен. А есть те, которые уже какой год повторяют, но они self-paying. То есть өздері төлейтіндер ақшасы. Өздері төлейтіндерге неше теңге? Біздің теңгемен или доллармен? Медицинада $16,900 бір жылға. 16,900. 6 жыл бойы солай оқиды. Иә. Қазақстаннан көп па или басқа СНГ халықтарда бар ма ол жақта? Қазақстаннан медицинада ондай көп емес, по идее. Мысалы, 6-шы жылда біз, 5-ші жылда ешкім жоқ. Пока 4-ші жылда там 1-2 адамнан, 3-4 сондай адамнан. Вот, көп емес. Кетіп қалған адамдар болды Қазақстаннан. СНГ-дан, мысалы, Қырғызстаннан, наверное, бірінші курстарда қазір пайда болып жатқан олар, бірақ білмейміз. В основном араб елдерінен бар и Африка елдерінен. Именно жаңа стипендиум хангарикпен поступать еткен адамдардың ішінде. Негізі африкалықтарға көп программалар бесплатно береді ғой. Из-за того, что ол жақта, как сказать, айлығы да төмен деген секілді. Да. Енді негізі вообще ол жақтағы медицинский студенттердің ары қарай өзінің личный өмірі, немесе бағанан личный хоббилары, или стажировкаларға бару шетелдерге деген секілді заттар болды ма? Өзінің өмірінде мысалы кейстарын болды ма? Конференцияға барған, обмен опыта болған, exchange программен барған деген секілді. Бізде мысалы 4-ші курстан кейін бізге келгендер бар, которые Erasmuspен келетіндер, Европаның басқа елдерінде оқитын оқушылар, студенттер келеді. Там 1 семестрге немесе 1 жылға, 2 семестрге келетін адамдар болды. Өзіміздің студенттеріміздің арамызда exchange-бен кеткендер болған жоқ. Менің білуімше. Және де, мысалы, біздер де бара алмаймыз, потому что стипендиум хангарикумда, то есть сен уже бір стипендияға привязаны болғандықтан басқа жерге, басқа стипендияны ала алмайсың. Сондықтан Erasmuspен exchange-ға баруға болмайды, бірақ басқалар келеді бізге. Студенттердің арасында scientific work жасап жатқандар бар. Ондай, мысалы, 2-ші жылдан бастап уже можно начинать. Бізде университеттің бір жақсы, элективкалар өте көп. Соның ішінде, мысалы, подготовка к этому есть, например, как писать научную работу, то есть есть разные левеллар, мысалы, beginners бар, уже advanced бар, у которых типа закрыта вот эта вот первая элективка, соларға бар, сосын PBL деген бар, то есть это PBL там в чем-то деген сияқты, это как научная работа, не научная работа, а то есть lab work сияқты, например, in physiology, то есть әрбір департамент, өзінің бір нәрсесі бар. PBL деген расшифровкасы problem-based learning емес па? Наверное. Не знаю. Мен просто ешқашан ондайға подаваться көрген жоқпын, поэтому... Бізде просто Қазақстанда, мысалы, сондай системада, қазір енді осы 1-ші, 2-ші, 3-ші курстарда сондай problem-based learning деген бар да. Яғни оларға бір кейс береді, и олар соны шешеді деген секілді. Да, принцип сондай. Бірақ мен ешқашан сондайға бармадым, потому что бізде болды, то что андай достарымнан сұрағанда олар айтады, жоқ оған бармаған, онда көп жұмыс жасау керек деген сияқты. Потому что даже вот экзаменға дайындалудың өзі андай көп уақыт алады да, и сабақ өте көп болады, сондықтан даже андай ресерчқа бір нәрсеге баруға өте уақыт жетпейді. Плюс еще international студент болғасын, басқа жерде өмір сүріп жатқасын, және де әлемдегі жағдайларға байланысты нужно было дополнительно что-то делать, и біз ол бос уақытты жұмысқа арнадық та. Сондықтан особо уақыт болмады. Вот, а жаңа люди, которые не работают, которых обеспечивают этот, они
в основном сондай лабворк жасайды, либо өзінің қызығушылықтарына байланысты жаттар жасайды, там джимға баратындар болды. Но в основном бірінші 3 жыл ешкім ешқайда бармайды. Ешкім ештеңе істемейді, осыны оқиды просто. Потому что базаны құру өте маңызды. И уақыт жоқ. Чисто уақыт жоқ, в основном барлығы библиотекада отырады. Күні-түні библиотекада, экзамен кезінде вообще библиотеканың working hours прям кешкі түнгі 12-ге дейін жасайды. Там таңғы 8-ден түнгі 12-ге дейін. Как раз не экзамен кезінде, чтобы ученики в основном типа там были, там учились деген сияқты. И прям сол жерде тұратын адамдар болады кәдімгідей на постоянной основе. Вот. И классно то, что библиотеканы кәдімгідей адамдар қолданады. Мысалы, кейбір жерде қолданбайды деген. Иә, қолданбайтындар бар. Мысалы, мен айтпай қойын деп академияда оқыған кезінде ана библиотекадан мен шошып кеткенмін, шынымды айтсам. Білмеймін, өзім енді Қарағандыда оқыдым ғой, бастапқы 5 жыл. Сол кезде Қарағандының библиотекасымен салыстырмалы түрде енді салыстырасың ғой, по-любому қай жерде оқыдың. Өте дәрежесі төмен болды, шынымды айтсам, даже ағылшын кітаптарын өзін әрең табасың. Бізде мысалы Қарағандыда ағылшынша кітаптар доступта прям любойын оқығың келеді ма, соның бәрін тауып беруге тырысатын еді. И көп кітап болатын. Әр студентте ондай кітап жетпей қалу, мысалы бізде МКТУ жақта кітап жетпей қалу мәселесі бар. Көбісі мысалы бағана кітапты распечатывать етеді. Ол деген біз мысалы бір кітаптан ғана оқымаймыз ғой, 3-4 кітаптан оқисың, оның барлығын распечатывать ету, ол қаражатты біріншіден, екіншіден ол цветной болмаса да бір түрлі ұстап нетпегеннен кейін, білмеймін, енді кішкене ыңғайсыз етті сол мәселеде. Білмеймін, енді күшті сияқты. Библиотекасы негізі университетке жақын беді, әлде олардың несіне ма, общежитиясына ма? Бізде негізі универдің бір университет қой, сол жағын бір қалада, Дебреценде бір ғана университет, бірақ оның бірнеше факультеті бар. Сол факультеттерге байланысты әрбір жерде, то есть универдің мейн билдингі бір жерде, медицинасы бір жерде, қала бойынша орналасқан ғой, әртүрлі факультеттер соған жақын жерде әрбіреуінің өзінің библиотекасы болады. Біздің библиотека Life Science Building'да, где в основном биология, химияны оқитын адамдар бірге оқиды, потом медицинаны. То есть связанные нелер бір жерде оқиды, и біздің кітаптарымыз бәрі бір жерде. Life Science Building'ның библиотекасы бар, ол үлкен, новый, ішінде, плюс еще универ андай дополнительный подписка, не подписка, как университеттің подпискасы болады, соның бәрі қолданылады. Мысалы бізде там up-to-date'қа, то есть free доступ бар, да. Универде егер сол өзіңнің немен кірсең, логин паролімен, до типа саған доступна. Осы жақсы екен. Вот, потом Microsoft'тың тоже нелеріне, егер универдің несінен кірсең, то тоже доступно все. Сол жағынан прям реально күшті. И любой кітапты табуға болады, да. Там, то есть, по полочкам бәртірін. Да, по полочкам, там, мына үшін, там, аллергология мына, гематология мына, деген сияқты, анатомия. И прям, если жетпей жатырса, ну такое редко бывает, то не қалдырып кетесің, саған келгенде айта салады деген сияқты. Вау. Вот. И іші тоже өте әдемі, современный, новый, прям көп адамға ашылғанда, то есть барлық келіп оқи алады, и всегда орын болады. И вот последний бірнеше жылда открылись, короче, эти такие комнаты небольшие, несі бар, там телевизоры бар, то есть бірнеше қосып қойға болады, да, там презентация деген сияқты, и комната, как будто конференц-комната сияқты, сондай бір 5 комнат ашады, и сен заранее бұл күтетуіңе болады онлайн, мынандай сағаттан мынандай сағатқа дейін, сол жерде там проводить, мини-тренинги, мини там бір конференция деген сияқты, и там тихо, то есть изолировано, ештеңе естімейсің, сол жерде сабағыңды оқуға болады, там группамен какой-то дискашн жасауға болады. И сондай нелер ашылды, өте күшті. Потом бізде қасымызда тағы бір main building деген бар. Онда основном лингвисттар оқиды, бірақ та олардың библиотекасы бар. Это прям универдің, біздің Google-ға кіргенде сол универдің несі шығады, билдингі шығады, соның ішінде. Но оның ішінде старая библиотека есть, она более такая советская, советско-европейская, короче. И есть этот, соның астында, мысалы, подвалда новый ашылды. То есть универ прям реально работает над тем, чтобы оқитын орындар көбейді. И
іші тоже өте новый, ішінде тоже өте көп кітап бар. И еще недавно, вот только, наверное, в 22-м году или 23-м году Learning Center деген ашты университет. И оның ішінде, мысалы, это прям реально новый билдинг, еще прям, кәдімгідей современный, классный, да. Вообще нету ничего такого европейский стильдегі емес, а наоборот все такое новое, короче. Ішінде и новый, то есть новые кабинеты, чтобы lecture rooms побольше, чтобы сабақ өткізуге. Потом нелер тоже өзінің оқитын жері бар. Библиотекасы емес, бірақ оқитын жер. То есть бәрі келіп, сол жерге сабақ оқиды. И очень красиво все расположено. И плюс еще не бар. Намаз оқитын жер бар. Вау. И ер адамдарға бөлек, әйел адамдарға бөлек намаз оқитын жерлер бар. Европада мұсылман дінін, мысалы қарап өтсең, қабылдап тұр. Біздің Қазақстан өзінде ондай нәрсе жоқ, қарастырмағанда. И мы прям бәріміз қатты қуандық, потому что бұрында бізде тек подвалда оқитынбыз. Подвалда там бәрі бір жерде оқиды деген сияқты. Просто өзің ғана бөліне саласың, а здесь, мысалы, анда еще өзің код береді, сонымен кіресің. Еще код береді. Әйелдерге и ерлерге бөлек өте әдемі, прям күшті жасалынған проект болды прям университеттің. Африкадан келгендер тоже оқитын шығар, оқитындар бар шығар ішінде. Да, барлығы. Арабтар көп, наверное, сондықтан тоже. Қызық. Өте қызық информация болды мен үшін. Ары қарай резидентураға дайындаламын дедіңіз. Резидентураға дайындалу үшін сіз басқа мемлекетке немесе сол жақта қалуыңызға да болады. Басқа мемлекетке тапсырсаңыз, негізінен USMLE немесе басқа да сертификатты алу керек. Например, Лондонда болса, олардың өздерінікі бар, Германияда болса, олардікі бар деген секілді. Әркім өзінің мемлекеттерінде бар, бірақ көбінесе USMLE тапсырса, кез келген жерлер тоже ала беретіні бар. Сол бойынша сұрақ USMLE Step 1-ды тапсырған едіңіз. Енді сол туралы кішкене айтып өтсеңіз, қалай дайындалдыңыз, қалай болды? Сол USMLE туралы мен негізі мектепті бітіргенде білгем, 12-ші сыныпты бітіріп жатыр. Ана осы әлемдегі ең қиын экзамендердің бірі дегенді оқып, мен осыны тапсырамын деген мотивация болған. Сөйтіп бастадым, сосын жаңа универге келгенде уже бірінші жылда енді рано болды дайындалуға. Потом екінші жылы биохимия басталғанда мен жаңа USMLE структурасын қарадым бірінші, не тапсыру керек, қандай сабақтар бар, потому что там в основном basic sciences для, то есть ең бастапқы заттарда, то есть самый базовый. И вот соларды қарағанда ішінде биохимия болды, как раз екінші жылы биохимия оқып бастағасын. Мен уже, то есть уже время деп подготовканы бастайық деп жаңа қасымда құрбыларыма айттым. Сөйтіп біз биохимияны оқыдық. Именно ол кезде first aid ештен қараған жоқпын, просто то есть өзім ғана дайындалдым. Универде бізде биохимияны өте жақсы департмент болды, и олар прям өте күшті етіп, лекцияларда жақсы болды, профессорлар да өте понимающий, дұрыстап объяснять ететін болды. И сөйтіп, я такая, окей, бізде биохимия примерно бар дедім. Сосын үшінші жылы иммунология басталды. Сөйтіп иммунологияны, потому что мен биохимия деген иммунологияны өзім ашып қарағам. First aid'ті просто онлайн қарағам, я такая, так, вообще ничего не понятно, короче. Ладно, үшінші жылда бастай саламын деп сөйтін. Сосын үшінші жылы тоже иммунология күшті мұғалімдер болды. Маған өте қатты ұнады біздің өткендеріміз. И сол кезде кәдімгідей көзің ашылады да, когда тебе объясняет, наверное, это показывает важность, то, что сенің бір лидером был, то есть должен быть человек, который умнее тебя, который может сам, он наставник. Көрсетуге, то, что подождите, мына бірінші мынаны оқу керексің, чтобы вот это понять, CD-маркер деген не екенін білу үшін, сен бірінші мынаны қарау керексің деген сияқты. Потому что мне бірінші ашқанда такая, почему слишком много вещей, которые нужно запомнить? Негізі иммунология түк түсініксіз мамандық қой, негізі басында түсініксіз болады, теориясы ал келгенде, пациент келгенде бірден уже түсініп кетеді негізі ол механизмдердің барлығын. Мен өзім де просто басында қатты иммунологияны өзім жақсы көрдім, клеточный уровеньдағы бүкіл механизмдер тоже жақсы көрдім, потому что биохимияны жақсы көрдім. Екеуі қатты бір-біріне негізі тесно связаны деп айтады ғой. Сол үшін осы мамандықты таңдауда себебім сол еді. И одан кейін мысалы клиник басында
осы жаққа резидентураға тапсырған кездегі мен после барлық пациенттердің бәрін көргеннен кейін уже вообще басқаша болды да. Менде уже представление ана клеткалар туралы мүлдем өзгеріп кетті. Соған айтып жатқаным ғой, негізі практика болса бірден уже түсініп кетуге болады иммунологияны. Да. И практика, и жаңағы реально важно, если есть кто тебе объяснит, типа, мынаны оқу керек, мынаны оқу керек деген сияқты. Сөйтіп иммунологияны бастадық, бірақ опять-таки андай прям целенаправленный каз дайындалам деген сияқты болмады. Сосын 3-ші жылдың 2-ші семестрінде уже задумываться етіп бастадым. Это уже 2021 жыл болған сияқты. Сосын сол жылы First Aid сатып алған. First Aid 2021 деген. Соны сатып алып 2023 жылы тапсырдым. Сөйтіп сатып алғам. Сосын жаңа бастап дайындалып жатырғанда, когда жаңа уже биохимияны өтіп, генетиканы окей деп қарап шығып жатқанда, First Aid-пен маған жаңа біреулер айтқан то, что қазір меняется деп, то есть 3 digit алып тастайды, fail болады, білмеймін, ол маған андай кішкене наоборот не очень сияқты болып естілді. Сосын мен бір уақытқа қоя тұрдым, тапсыру керек па, тапсырмау керек па деп ойланып жүрдім. Сосын все-таки, ну ладно, это, наверное, наоборот лучше, и наоборот как бы easy жасайды оны деп ойладым. Сосын дальше тапсыру шештік, бірақ проблема была в том, что біздің универ не разрешает 3-ші курстан кейін тапсыруды. А мен как раз 3-ші курстан кейін тапсырамын деп ойланып жатырғам. То есть дайындалып бастаймын. Фармакология бізде болған жоқ. Это была одна из причин. Бірақ мен ойладым, фармакологияда мен бір курс алып, USMLE Synapse деген бар ғой. Содан бір курс алам, соны өтем, сосын ананы оқимын, солай достаточно деп ойладым. Бірақ универ сол кезде айтты, то, что бізден разрешение керек қой, когда ты регистрируешься, разрешение должно прийти от универа, то, что вот біз оны типа даем согласие, что вот ты деген сияқты. А біздің универ не разрешает, оказывается, соны маған үлкендер айтты. Жаңа үлкен курста оқитындар 4-ші курстан кейін ғана тапсыруға болады деді. Сосын менің еще больше как бы шегеріліп кетті, да. Мен ладно, онда фармакология оқу керек. Еще біздің универ не то чтобы не разрешает, олар еще өздері дополнительный экзамен жасайды. То есть, если сен біздің универдің мок экзаменнан өтсен, 50%-дан көп жинасан, онда сені типа разрешаем. Я не знаю, это типа как бы универ... Қалдыру мақсатында жасап жатқан сияқты студенттер. Универ свою репутацию, что ли, смотрят, не знаю, но сондай бар. То есть не дают разрешения, чтобы сдавать. Пока сен универдің мок экзамен тапсырмайсың. Сөйтіп 4-ші жылы фармакология басталды. Сол кезде USMLE фармакологиясын оқып жүрдім. То есть я старалась, когда универде не өтеміз, соны First Aid-пен қарауға, и плюс содан, мысалы, нені қарауға. BNB, Boards and Beyonds, соны қарауға, соны видеоларын қарауға старалась потом оның видеоларын қарауға. То есть вообще какие источники есть, соны универдің сабағымен біріктіруге, потому что универде мен мысалы нефрология оқып отырып, мен вообще ана жақта там аллергология оқып отсам, иммунология оқып отсам, вообще типа бірікпей кетеді, да, типа анау деген сияқты. А когда все бір флоуда жүре берсен, то есть бір затты оқисаң, то оно как бы накладывается. И вот любое знание, когда оно вот так накладывается, это наоборот больше эффект дает, типа, и любой экзаменге сөйтіп дайындалады. То есть бір жерден қарайсың, сосын то же самую информацию в другом месте смотришь, и вот так прям реально жақсы әртүрлі көзқарастардан қарап шығасың, да? Уже үлкен пазл құрастырылады. Да, сөйтіп оқитын едік. Вот, и менің дайындығым сондай болды, да, пазл дайындық. Прямо, типа, вот все, мен бәрін тастаймын, тек USMLE-ға дайындалам деген болмады, потому что, ну, во-первых, времени не было, потому что сен теорияны бітіресің, практикаға көшесің, и плюс еще даже бір күнде, то есть сабақтар болады, уақыт болмайды деген сияқты. Но 5-ші жылдан кейін, вот фармакология біткеннен кейін, 2 семестрдан кейін, вот когда 5-ші жылды начинала, сол кезде она уже поняла то, что реально қазір не алу керек источник этот для подготовки, и это number one question bank, который YouWorld.
но оған дейін мен амбо салғам. 4-ші жылы біздер қыздармен жиналып амбо салдық. Сосын соның question bank'ын жасап жүрдік. Даже если өтпеген темалар болса да, не болса да, question bank'тан жасап жүрдік вопросы, чтобы просто привыкнуть, как экзамен болады деген сияқты. Потом 5-ші жылда сол UWorld'ты алдық. Одан күн сайын 40 вопрос жасап жүруге тырыстық. Кейде получалось, кейде не получалось. Опять-таки сабақпен алып жүру кіші қиындау болады. Сөйтіп жүрдік, сосын 2-ші семестрінде универдің экзаменін тапсырдық. Содан өтіп, сосын уже регистрация жасап, потому что оның бәрі бір уақытта емес қой, мысалы сен осы жылы тапсыратын болсаң, то нужно заранее барлығын планировать етіп қою керек. Мен мысалы мындай уақытта тапсырам, оған дейін менде мынау дайын болу керек деген сияқты. Сөйтіп мартта оны тапсырып, жаңа мок экзаменді, сосын неге кетіп қалғанбыз, work and travelға кетіп қалдық қыздармен. Содан кейін келіп тапсырамыз дедік. Сосын 1-ші октябрьде тапсырамыз деп ойладық. Бірақ өзіміз сентябрьде келгесін, 2 жұмадан кейін қалай тапсырамыз, еще бізде dedicated period деген пока болмады. Сосын содан кейін келгеннен кейін декабрьде тапсырамыз деп шешіп қалдық, потому что уже 6-ші жылға, то есть уже қалдыруға болмайды, 24-ке уже қалдырсаң ұят болады деп өзімізден. И плюс еще жаңағы знаниялар кетіп қалмасын деп ойладық, потому что уже 6-ші жылда более clinical не керек, оно пока что basic деген сияқты, пока что, то есть нужно уже сдавать деген сияқты болды. Сосын октябрь и ноябрь біз dedicated period алдық, 2 ай, и прям жатпай тұрмай содан дайындалдық. Сөйтіп декабрьдің 10-ші тапсырдық. Қай жақта тапсырдыңыз? Сол Будапештте как раз 2023-те ма, 22-те ма ашылды Будапештте тест-центр. Оған дейін біздікілер в основном Румынияға, Хорватияға барып тапсыратын еді. Будапештте ашылды, сонда барып тапсырдық. Енді экзамен өте комплексный экзамен ғой, қиын дегенде, подготовкасы қиын. Негізі экзаменнің өзі мен үшін, мысалы, UWorld'тағы сияқты болды. Будто бы мен UWorld шешіп отқан сияқты болдым. Просто question bank, просто соның 7 блогын шешіп отырасың. Ең қиыны физически қатты шаршайсың. 8 сағат бойы. 8 сағат бойы экзамен тапсырып, бір жерде отыру компьютермен, это прям. Конечно, можно выходить. Болады ма шоуға? Я шоуға болады, 1 сағат, в общем 1 сағат береді, то есть оны қалай использовать етесің, ол өзіңе байланысты. Негізі сол систематичность сияқты, адамның өзін қалай план, жоспармен жүре алады ма, жүре алмай ма деген сияқты бір жағынан тоже бағалайтын сияқты да. Себебі USMLE степ 1, степ 2-ге де дайындалғанда адам өзі шешпей ма, мына уақытқа дейін мен мынаны қараймын, мына уақытқа дейін мен мынаны қараймын деген секілді. Біреу оған айтпайды да, осыны істе, бүйт, университеттегі мынаны оқы деген секілді. Шынымен де өте күшті тактика негізі. Өзіміз планировать етесің, и жаңа қиындығы сол болды. Мен үшін физически экзамен өзін тапсыру емес, физически просто отыру қиын болды, потому что 8 сағат кәдімгідей жалық кетесіз. Экзаменаторлар ұйықтап жатады. Ана наблюдатели, они прям былай тұрады, еще басқа комната отырады, видеомен көріп өтеді. Олар еще сөйлейді, оның сөйлеген естіледі. Сондай тоже нюанстар болды, негізі тест-центрда. Ремонт болды. Ужас. Бірақ соған қарамастан, тапсырдық, шүкір, да. Пәс болды ғой? Неше болды, общий балды? Айтпайды балды. Айтпай ма не? Жоқ. То есть проходной балдан өтсең, уже пас дейді. Просто 200 бір нәрсе деген секілді жазатын еді ғой. Қазір жоқ сол. Қазір жоқ па? Тек степ 2-да бар. Вот сейчас больше фокус на вот степ 2 шел дейді. Да, тут пас или фейл деген сияқты. Енді степ 2-ға дайындалып жатсыз ба, бұйырса? Бұйырса сол дайындықты бастау керек. Надеюсь, что қатты қимамайды, потому что біздің универде өзі сондай да 6-шы жылы практика, internal medicine, surgery, то есть вот эти вещи, которые есть именно степ 2-да, вот солар как раз бізде практикада, и солардың экзаменін біз тоже тапсырамыз, опять-таки қайғашан тапсырымыз келеді, сол кезде тапсырамыз, и вот план бойынша енді internal'дан экзамен тапсырғанда мен
примерно стептудың несін покрывать етем деген сияқты. Сондай ниетпен отырмыз. Иә, бұйыртса. Мысалы, Будапешттегі өзіңіздің венгер достарыңыз бар ма? Олар, мысалы, USMLE тапсырып, басқа шетелге кетіп жатқанда жоқ екен? Шынымды айтсам, мен венгер достарым жоқ. Біздер медик венгерлерді особо көрмейміз. То есть, біздің практикаларымыз болған кезде оларда сабақ болады. Бізде сабақ болғанда оларда практика болады. Біздер вообще бір-бірімізді особо көрмейміз. Сонда интернешналстардың өздерінің бөлек несі болады, группасы болады. И венгерлердің өзінің группасы болады. Да, бізде интернешналдарда 12 группа, біздер бөлек жүреміз. Оларда білмеймін қанша группа даже. Реально вообще прикол в том, что вообще көрген жоқпыз. Ну, конечно, көруге болады, если мысалы андай бір жерлерге баратын болсаң, там типа клуб болады, сондайларға, когда студенты собираются, сондайға барсаң, көруге болады. Просто ондай жерге бармағасын, енді танысатын басқа орта болмады да. В основном олардың танысатын жерлері клуб. Да, вот сол есть. И вот последнее время олар неге келіп жүр, венгер студенттер, которые медики. Вот недавно, мы не очень прям близко общаемся, но знаю, например, нескольких. Это ДОИ деген бар, IFMSA деген бар ғой, который этот Medical Student Association, Қазақстанда Казымса деген. Сол бізде Дебрецени Орваштан Халгаток деген не бар. То есть, получается, Дебрецени Орваштан Халгаток Эдж үлетет басына бір нәрсе аталады. ДОИ дейді. Сонда мен тоже кіргем, сол 2021-де ме, 20-да ма кірдім. Бірақ онда в основном венгрлер болған. И сөйтіп мен жайлап таныстым, но мен как бы онда интернешнл өте көп болған жоқ. То есть бір-екі интернешнл болды, поэтому біздер тек интернешнл бөлек болып жүретін едік. Солармен біздер, менің еще құрбыммен бірге нем бар ғой, Қазақ Раннерс деген клубымыз бар ғой, каждый неделю жүгіретін. И біз сол ДОИ-мен, сейчас они больше начали проекты делать, интернешналдар алып бастады көбірек. И солармен біз Қазақ Раннерс бірігіп, андай нелер ұйымдастырдық, ивенттер ұйымдастырдық, соларға олар келеді, и біздер как бы организаторлардың бірі болғандықтан сөйтіп танысатын едік. Ол жағы жақсы екен, клубпен танысқанша. Иә, біздің негізі сол Қазақ Раннерсті ашқандағы мақсатымыз негізі сол болған. Адамдар тек клубта емес, басқа жерде танысыны бір жақсы ортада деген сияқты. Енді клубте жаман орта емес, но ол енді адамның қызығушылығына байланысты ғой, бірақ как более құнды затпен танысқан. Пайдалы зат жасайтын ортада танысқандарын қаладық, сондықтан сөйтіп ашқанбыз негізі. Қазақ Раннерс деген кезде әр апта сайын жиналасыздар ма? Таңертең осылай жиналып, сол жақта жүгіріп деген секілді, ол жақта ұлдар, қыздар, любой сол неде Дебреценде оқитындар ма? Дебреценде оқитындар, Дебреценде просто тұратындар, то есть кез келген адам келе алады. Негізі адамдар ойлап жүрген Қазақ Раннерс дейсіз, тек қана қазақтар деп. Енді атайды тұр ғой соған сияқты. Көбісі айтқан, типа, давайте басқаша өзгерсек деген сияқты, бірақ білмеймін, біздің ойымыз сондай болды. Қазақ Раннерс, қазақтар бастаған деген сияқты болған негізі идея. Не только казахи бегают деген сияқты. Сөйтіп, өзіміздің нелерімізді, группаластарымызды шақырдық, интернешналдар келіп бастады. Осы бір уақытта тек қана қазақтар келетін в основном. И сосын жаңа ДОИ-мен бастағанда уже больше интернешналдар келіп бастады. Именно медикал студенттер келіп бастады, потому что именно медикал студент келсе, оған осы ивентқа қатысқан үшін дополнительный бонустар беріледі там. То есть там поинты беріледі для того, чтобы потом, короче, поехать там на стажировку и так далее. Вот. Венгрлерге бірақ ол? Жоқ, ол интернет для всех. То есть жаңа ДОИ-ға келсен, мембер болып келсен, сен әртүрлі активитилар жасайсың, ивенттерге барасың, и саған определенный поинт береді сол үшін. Сосын, мысалы, Казымсайда у них по-другому, то есть как они выбирают людей, которые поедут на стажировку, бізде сондай point system, point-based system, то есть у кого больше поинтов, сол алады стажировканы. И вот сондай, чтобы люди, короче, было
activity, которое помогало им типа собирать поинты. Сондай неде келет адамдар. Жақсы негізі ойластырған екен тоже. Стажировкаға бару үшін деген секілді. Енді work and travel туралы сөйлесек. Work and travelге қай мемлекеттен бардыңыз, қалай болды, кім болып жұмыс істедіңіз, қиын бе екен ол жақта? Соның барлығын. Да, work and travelға негізі основном студенттер жас кезінде барады. Өздер 24 жасымызда бардық, но нет, реально бізде барған қыздар, мысалы 19, 20, 21 сондайда да. Біздер кішкене енді не болдық. 24 деген негізі шынымен біраз жас болып қалған сияқты ма? Ну, реально, когда сен 19-20-дағы адамдармен болғанда, 24-тегі сен уже 5 жас үлкенсің деген сияқты уже кішкене, енді разница болады да. Сол work and travelға біз Қазақстаннан бардық. Қазақстанда бір компания арқылы, Кейсет арқылы бардық. Және бұл жердегі не Американы көру, және ол жерде, енді Европада тұрғасын, Европада примерно қандай путешествовать кез көресің. Оказывается, лайфстайл осындай деген сияқты. И хотелось Америкадағыны көруге, подходит, не подходит, типа дальше готовится, не готовится деген сияқты. Сондай ниетпен бардық, және де штатты, яғни Алясканы таңдадық. Бәріне біртүрлі болып естіледі, бірақ, не знаю, өзімнің ойым болды, то что мен қазір Аляскаға бармасам, қашан барам деген сияқты, бұндай opportunity қашан келеді деген сияқты. Болып тұрса, если реально оффер Аляскаға болып тұрса, онда баруға стоит деген сияқты. Сөйтіп, жаңа визадан интервьюді өтіп, бізді қорқытқандар адамдар болды, которые, то что, ну, уже жастарын келді, сендерге бермейді деген сияқты, бірақ альхамдулиллах берді визаны, сөйтіп бардық. Біздің офферіміз негізі Денали деген қалада болған. Қала дегенде ол өте кішкентай, как это? Қалашық сияқты. Қалашық, я. Денали National Park деген бар. И соның қасындағы просто бірнеше отель, то есть қала деп считается, типа. Вот. И біз кішкене кеш барғандықтан өте қиын болды в плане того, что нормально уақыт working hours дұрыс болмады, только 32 часа типа давали. А ол немножко сложно было, то есть, ну, чтобы даже там программның ақшасын шығаруға деген сияқты или дополнительно не істеуге өте қиын болды. Екінші жұмыс таппадық, и көп жерден отказ алдық. Типа, сол кезде біздің кәдімгідей нәпсіміз түсті. Потому что андай ойлайсың ғой, енді мен медикпін, мен немін деген сияқты. А потом ана осыған жоқ дейді да, типа сен даже дишвошердің позициясын алмайды. И ты такой типа деген сияқты андай, как бы жерге түсесің прям. Сондай болды. Я реально тәубене келесің. Прям бірнеше прям барлық жерде прям отказ болды. Екінші жұмысқа алмады бізді. Сосын бір күні менеджер уже бір 20 күннен кейін менеджерға барып айттық ситуацияны. И ол прям сол жерде, ну вот, уже оның working hours бітейін деп жатыр, прям 4:00-да бардық, 5:00 бітіреді екен. И мы к ней подошли, и вот говорим, ну такая вот ситуация, не істей аламыз деген сияқты. Ол айтады, ну у меня, короче, бір HR менеджер бар, который там работает там, басқа қалада. Мне кажется, ей нужны работники дед. Звондады, ол я дед. И кетесіңдер ма дейді, уже басқа қалаға. И мы такие, типа, чё? Деген сияқты, мы же думали, что сейчас поговорим, потом айтады. И такие, ну ладно, короче, сөйтіп, потому что уже басқа выход жоқ. Бір нәрсе жасау керек, сөйтіп, сразу моментально офферді қабылдап, сол жерде басқа қалаға кеттік. Бірнеше күн уже жиналып, 2 күнде жиналып, сосын кетіп қалдық екінші қалаға. И вот сол Джуна деген қалада болдық. Ол, оказывается, Алясканың несі екен, астанасы. Сол кезде, сол жерде біз сервер болып істедік. Негізі позиция сервер болып, бірақ сервер емес, сен почти барлығын жасадық. Біз үлкен компанияда болдық. Туры, они, короче, ұйымдастырады екен, турлар әртүрлі. Там киттер көруге, в основном сондай. И біздің позициямыз, там әртүрлі позициялар болды. Мысалы, бір кезде бір күні андай неде қалып, докта на берегу, короче, остаешься, и там этот тамақтар дайындауға көмектесесің неге, шефқа. Бір кук сияқты. Соны жасауға көмектесесің. Сосын бір күндері, мысалы, андай неге барамыз, айландқа,
То есть аралға барамыз, сол аралға адамдар келеді, туристар, и біз соларға то есть фуршет жасаймыз, дайындаймыз, анда пісірген заттарды алып келеміз, жылытамыз, оларды әдемі орналастырамыз, сосын жаңа олар келеді, оларға то есть презентация етіп береміз, ананы, сосын короче жинаймыз арттарынан. Вот. Сондай, сосын бір кездері андай болды, whale watching деген тур болады, там 2,5 сағат, и адамдар келеді, сосын жаңа неге отырады, корабльға отырады, и сол жерде сен не жасайсың, кейтеринг жасайсың, то есть фуршет дайындап қоясың, то есть на корабле дайындайсың, соның бәрі жарты сағат алады, то есть дайындау, и біткенде просто рефил жасайсың, соңында жинайсың, жарты сағат жұмыс жасайсың, сосын тоже адамдармен бірге whale көресің, и бұл жаңағы ненің вот эта вот возможность, она была прям, ну, как outside medicine вообще, и прям вообще басқа әлемге келген сияқты, басқа заттарды көресің, и прям андай новый нелер сыйлайды, да, ощущениялар, и сол арқылы, мысалы, біздер там вертолетпен бірінші ұшып көрдік, ледникқа бардық, сол ледникқа шықтық, и вообще американский environment көрдік, біздер еще екінші жұмысқа барған жерде, біз единственный J1 болдық, и бізге прям, ну, то есть помогали не только работать, но и американский experience деп получать. Cultural exchange. Cultural exchange болды, реально, они прям спрашивали, не істейік сендерге, не көрсетейік деген сияқты. И прям күшті opportunity болды. Да. Бір өзіңіз емес, жаныңыздағы бағана Будапештте бірге оққан, Будапештте, Дебреценде бірге оққан құрбыңызбен, иә? Сол барлық жерге құрбымен бірге бардық. Екеуміз негізі. Ну, бір адамға негізі қиын ғой. Басқа жаққа бару деген сияқты. А тут хотя бы еще екеуміз бір қаладамыз бірге оқыдық негізі мектепте. Бір класстан боласың, андай. Уже жақын, и түсінеді деген сияқты, көмектеседі, даже бір жаққа түсіп кетсең де, әйтеуір бірге шығатын адам бар деген сияқты. Да, и в любой ситуации, мысалы, реально, даже, мысалы, UCMLA-ға подготовка болса да, я прям реально настоятельно рекомендую, чтобы хотя бы қасында біреу болды деген сияқты. Одному это очень сложно, бізбен бірге бір қыз тұрды, она одна готовилась. Это было очень сложно наблюдать за тем, как она готовится. Я өзін былай деп нәпсің оянып, деп дайындалғым келмейді деп жалқауланып жатқан кезінде жанында біреу болса түртіп кішкене давай бірге дайындалайық дегендей болған. Поддержка ғой бір жағынан. Да, реально поддержка өте маңызды. Мысалы, сен дайындалғың келмесе, ол айтады, жүр, тұр дейді. Наоборот, и если ол бір нәрсе болса, сен такой жүр, давай деген. Бірақ ондай досты да табу қиын сияқты ғой негізі. Бұл әлемде. Да. Европада қандай мемлекеттерде болдыңыз? Негізі Европаға келген адамдар өте көп жерге барады сразу. Бірақ біздер медик болғасын особо көп жерге бармадық. Ну, альхамдулилlah, что вообще есть такая возможность, но барған елдеріміз точно санаған жоғым, бірақ вообще негізі өзім 15 елде болыппын. Бірақ ол барлық елдерді қосқанда. Наверное, где-то 7-8 жерге барған шығар. Европада? Да. Мысалы, олардың айырмашылығы болды ма? Мысалы, мен Нидерландыда болдым, и Данияда болдым. И екеуінің айырмашылығы көрінді бірден. Мысалы, Дания неге? Хюгге деп айтады ғой, мысалы, ол жақта бір уют деген секілді нәрсе. Ну, погодасы бір әрине, барлығы бұлтты, не жоқ, күн жоқ деген секілді, но бірақтан екі мемлекеттің құндылықтары екі түрлі болды. Мысалы, Данияның өзінде просто Christmas маркетке барған кезде кешке жақын андай отбасымен бәрі жиналады, и басының ата әжесі болсын, кішкентай бала шағасы болсын, барлығы бірге жиналып, бірге семьямен бас қосу деген нәрсе болды құндылығы. Ал Нидерландта сәл бөлектеу болды ол нәрсе. Ол жақта қатты ондай семейный институт деген нәрсе қатты мән бермейді екен. И осылайша қарадым, и сосын кішкентай балалар көп болды. Европа мемлекеттерінен қарағанда Данияда, білмеймін неліктен екенін, балалар көп болды. Кейін неліктен екен деп интернеттен қарап көрсем, оказывается, оларда пособие береді балаларға. Ал көп мемлекеттерде менің ойымша бермейтін сияқты. Білмеймін, басқа Европаның мемлекеттері бермейтін сияқты, бірақ бұл жақта пособие беріледі екен балаға, әр балаға. Сондықтан да олар үшін бала туу как бы затрата емес, наоборот, бір жағынан бір үлкен прибыль сияқты.
солай сияқты. Сіз қандай бір осындай нелерді, айырмашылықтарды байқадыңыз барған мемлекеттеріңізді? Ну, мысалы, көп Европа елдері, они мен үшін білмеймін, одинаковый болып кетті негізі. Мысалы, там Австрия, Франция, Германия деген сияқты архитектурасы бір-біріне ұқсайды, адамдары да андай. Ну, мысалы, Венгриямен салыстырғанда, адамдар кішкене басқаша сияқты, более стильные деген сияқты, более спокойные. Маған солай көрінді. Ал мысалы, Польшаны мен не помню, потому что бұрында бардым. Там, где еще? А вот ең өзгеше деген, это была Швеция. Жоғары жақта, наверное, скандинавская страна болғасын ба, кішкене андай, не знаю, мне прям было очень уютно там. И даже если архитектурасы европейские елдерге ұқсаса да басқа, больше спокойствия там сезіндім. И прям андай адамдардан да айтады ғой, бақытты адамдар деп. Да. И вот соны сезінесің, потому что, не знаю, вот реально прям спокойствие, даже если мен кішкентай қаласына бардым бір, и үлкен Стокгольмға да бардық. Но все равно, даже есть такой большой город, там, не знаю, такое спокойствие, люди такие приличные, сондай нені вайп болды мен үшін. Ал мысалы Италияға барғанда, маған ондай қатты ұнаған жоқ. Извините, люди, которые нравятся Италия, но мне прям в Риме было очень, не знаю, қатты ұнамады, потому что адамдар более агрессивный көрінді ма. Біз еще андай спальный районда болғасын, наверное, адамдардың кәдімгідей шынайы несін көргенсің ба, даже андай иттері де біртүрлі сондай болды. Адамдар андай, как, даже если они вот так красиво одеваются, то типа, өтектемей деген сияқты сондай вот, короче, қызық біртүрлі заттар болды, да. Балалар туралы я точно не помню. Енді медицина студенттеріне кеңестеріңізді айтып өтсеңіз, қандай кеңестеріңіз бар еді? Бар, мысалы, шетелге баратын болса. Ну, мысалы, ең басында болса, там бірінші курс студенттеріне, бірінші, үшінші курсты вот бірден үшке дейін өте жақсы оқу в плане, потому что ол кезде ең базовый предметтер өтеді ғой, и прям сол база өте маңызды. Прям неге олай, то есть не просто бағаға оқу, а как эти процессы работают, как биохимия, там, физиология, соларда, как это все связано, потому что дальше әрбір оқитын затын соған связаны болады. По-любому сен соған қайтып келесің. И вот эти, если базаң дұрыс құрылмаса, андай, фундаменты дұрыс емес жерде үй сала алмайсың ғой, вот точно так же. Все вот эти знания, которые ты дополнительно будешь делать, то ол уже, оқисың, сосын класс деген сияқты. Поэтому база прям очень важна. Первые 3 года прям реально фокусироваться на учебе, а потом уже өзіңе де почувствуешь, что будет легче. Вот сол. И еще, мысалы, USMLE степ 1, даже если это дорого и көп уақыт алса да, я думаю, просто для практики әрбір медицинский студент өзі, как тапсыруға да болады, да, если есть деньги, если нет, то типа просто questionдарын қарауға. Потому что мен өз басым соған дайындалған кезде, соның вопростарын жасағанда, Q-банк жасағанда, даже если я не понимала, о чем речь, например, мен өтпеген темам болса, да, просто клинический подход, типа, вот это дано, как вот это работает, деген сияқты. И это прям, не знаю, мен үшін, и өте күшті прям не болды. И менің құрбыларым үшін да оларды айтады, типа, степ 1-ды прям реально бәрі тапсыру керек сияқты, потому что это прям, реально классно, да, то есть когда ты видишь вот такой подход деген сияқты. И еще медицинским студентам это знать английский, учить английский, потому что это, наверное, каждому человеку знать английский, потому что, да, орыс тілі это важно, но в основном больше информации же на английском, и не вот так тяп-ляп знать, а вот реально знать, чтобы Қазақстан медицинасы лучше болу үшін,
біздерге енді зарубежный нелерден опыт алу керек, олардың публикацияларын оқу керек, оларды түсіну керек. А оны мысалы простой английскиймен сен вряд ли түсінесің, поэтому вот академик инглишті дамыту керек деп ойлаймын. И это реально открывает очень много возможностей. И не только вот литературу понимать, а плюс еще это travel гранттар бар, internship там пройти в другом месте деген сияқты. И ол жерде сен барғанда английский керек, если тіл білмесең, то сен опытты ала алмайсың деп ойлаймын. А если тіл білсең, то уже сен и пациентпен де взаимодействовать етіп, и жаңағы профессормен де бір нәрселер талқылап, өзінің идеяларын талқылай аласың, и это реально очень хорошо помогает деп ойлаймын. Вот. Сондай навыктар. Английский, да, это очень важно. И плюс еще вообще реально очень важно это развивать разные навыки планирования, потому что если наверное, каждый студент, каждый человек, как планировать, чтобы у тебя хватало времени и на то деген сияқты. Потому что медикал студент болып сен только учебаға кетіп қалсаң, то сенің басқа өмірдегі басқа филдтарын ақсап қалады да. И ол сені наоборот, как артқа тартады, да. Не помогает по-любому дальше, расти. И поэтому, если хорошо уметь планировать, да, то есть знать, что важно, что не важно, то это очень хорошо. И да, вот например. Рахмет, келіп, осындай өзіңіздің экспириенстеріңізбен, тәжірибелеріңізбен, оқуыңызбен бөліскеніңізге, студенттерге пайдалы болады деп ойлаймын. Бұйыртса осы подкастты көріп, өздеріңізге түйген жеріңізді комментарийге жазып кетіңіздер, бөлісіңіздер видеомен. Сіздерге пайдалы болады деген үміттемін. Сау болыңыздар.